Ей, Нұрдәулет. Кеше жақсы анекдот естідім. Анекдот айтып берейін. Айтып беріңіз. Бір жігіт, қазіргі заманғы бір жігіт құлағын тестетіп сырға тағып алған ғой. Сөйт үйіне кірсе, әкесі көріпті. Ей, сен сырға тағып алыпсың ғой. Сен білесің ба, сырғаны кім тағатын? Екі адам тағады деген ғой сырғаны. Ол қыздар және пираттар деген ғой. Қазір мен балконға шығам деген әкесі. Егер есіктің алдында кеме, қайық тұрмаса, сен бала өлдің деген ғой. Негізі бар ғой, мына қыз қазір екен бар ғой. Мен бар ғой, мына сырға тағатын жігіттерді мүлдем түсінбеймін. Не үшін тағатын? Неге мода мен оны неге айтып отырмын бұл әңгімені? Неге айтып отырсың? Сен құлағың тесік қой, не сол тесік деп сұрап жатырмын. Өте, бұл өзінің себебі бар. Айтып берші, осы тарихын айтып берші осы. Қойыңызшы енді, өйстіп тура халықтың көзінше мені абыройым түсіресің. Басқаша ойлап қой ғой. Жарайды, айтайын. Айтып бер оны. Мен өзім кішкентай кезімде әжем қолында өскем. Дұрыс. Туылған кезде. Иә. Әкем мен шешем екеуім қалада оқитын тұғын. Қай қалада? Студент. Енді үлкен қала. Атын айтпай. Сосын әжем қолында өсіп. Әжем қолында өстім. Әжемнің көзі кішкене көрінмейтін. Сол әжем мені қыз деп ойлап қойған ғой кішкентай кезде. Сөйтіп 3 жасқа келген кезде мен құлағымды тез жібереді ғой жаңа апам. Иә. Сосын ауылға бір жақсы бір емші келеді. Апам барады, көзін емдетеді. Сөйтіп апамның ойда жоқта көзі көріп кетеді ғой. Жақсы көріп кетеді ғой. Жақсы көріп. Үйге келген кезде мені көреді. Ей, сен мынау кім баласың деп менен сұрап жатыр. Мен қорыққанымнан апам мен ғой деп жыласам, апам мені танып, не сасқанын, не күлерін, не жыларын білмей, кішкене бір 2 минуттай ойланып тұрып, сонда да күліп жіберген. Деп апамыз. Сонда қызық болған бұл. Құлақтың өзінің арнайы, былай айтқанда, тарихы бар.